Тұлғаны адам емес, заман тудырады. Ал тарих оны ұлықтап өсіреді, я туралап өшіреді. Міне, жай азамат пен тұлғаның айырмашылығы осында. Нұртас Оңдасынов сөз жоқ, тарихтың сыры мен сынына лайықты тұлға. Оның тұлға болып қалыптасуына хақы болған жоқ. Өйткені 20 ғасырдың 30 жылдарындағы аласапыранда ұлттың оқыған тоқығаны, көз ашып көкірегі ояу бас көтерері, ел басқарары бәрі кетті. Оңдасынов солардан кейін 1938 жылы билікке келді. Жай келген жоқ. Алдыңғы буын зиялылардың көзін көріп, игі ісін біліп келді. Қазақстан үкіметін басқарған жылдар осы өсиетті санасымен де, жүрегімен де алып жүрді. Ал соғыстан кейін сол кездегі одақ басшылығының Қазақстанның кейбір өңірлерін көршілерге беру саясатына қарсы тұру, сол үшін де республика басшылығынан сонау шалғайдағы Гурьевке, бүгінгі Атырау аударылуы Нұртас Дәндібайұлының бір басына түскен азаматтық жүгі ғана емес, қаймана қайраткерлігі дер едім. Ал енді ол кісінің Гурьевтегі қызметіне келсем, есімде әкем Нұрғалидың бір сөзі қалыпты. Атырауға бір чемоданмен келіп, бір чемоданмен кеткен басшы еді деген. Әрине, бұл сөздің түбінде үлкен ой, тұңғиық тәлім жатыр. Оны өз басым қуыс күн, өтірік мадақ, не мал жинаудан аулақ болған басшыға деген бүкіл атыраулықтардың риясыз ризашылығы деп қабылдадым. Жарықтық әбекең азаматтың абаданын, тұлғаның табиғатын айнымай танитын жан еді ғой. Бұл естелікке толықтай қосыламын, қосылып қана қоймай, Әбіш Кекілбайұлының бұл ойды жиып теріп, Оңдасыновтың тұлғалық қасиетін бірнеше тарихи ерлігімен сабақтар едім. Біріншісі, басшылық іскерлігі. Жаңағы әбекең айтқан Хрущевтің Қазақстанда мұнай іздеуге тыйым салғанына қарамастан Маңғыстаудың мұнайын ашты. Екінші, экономикалық көрегендігі. Мәскеу Қазақстанның темір жолдар үшін қаражат бөлмей қойған кез. Соған қарамастан бізге тек рұқсат беріңдер, шойын жолды өзіміз-ақ саламыз деп орталықтан рұқсат алып, Мойынты-Шу, Қандыағаш-Ор, Ақмола-Павлодар, Өскемен-Зырян темір жолдары салынды. Жол құрылысына тек қазақ жігіттерін ғана қатыстырып, 16 000 адамды жұмыспен қамтылған. Одан бөлек, соғыстан кейін Қарағандының шетіндегі кішкентай Самарқанд қалашығын бүкіл КСРО-ға әйгілі металлургтер кентіне айналдырған, оған Теміртау деген ат бергенде осы Оңдасынов еді. Үшінші, ғылым мен білімдегі тұғыры. Ғылым академиясының жеке шаңырақ болып ашылуына тікелей әсер етті. Тұңғыш президенті болып Қаныш Сәтпаевтың тағайындалуына да өзі қолдады. Шымкенттегі технологиялық институт жабылып қалған кезде Сталинге кіріп, қайта ашырған. Оңдасынов КСРО халық комиссарлары кеңесінің басшысы Вознесенскийге хат жазып, қыздар педагогиялық институт ЖМП, өздеріңіз білетін, ашылуға мұрындық болған. Төртінші, мәдени майталмандығы. Ұлттық консерваторияны ашқан адам осы Оңдасынов. Консерватория ашу үшін КСРО наркомының алдына бірнеше рет кіріп, ақыры дегеніне жеткен. Кино өнеріне де Нұртас ағамыздың еңбегі айтарлықтай. Соғыс кезінде Өзбекстанға көшкелі тұрған Мосфильм мен Ленфильмді Қазақстанға алып қалған, үкімет тарапынан қолдау білдірген. Міне соның арқасында бүгінгі Қазақфильмнің негізі қаланған. Ал енді оның ұлттық өнерді жаңғыртудағы орны бөлек әңгіме. 1940 жылы ұмытылып кеткен ақындар айтысын тірілтті. Бұдан кейін бәйге, көкпар, қыз қуу секілді ұлттық ойындарды қайта жаңғыртты. Міне, бөліп жармай нақты сөйлесек осы.